Арнама қош келдіңіздер, қадірлі оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге осындай керемет тағам, тәжік халқының ұлттық тағамдарының бірі курутоп деп аталатын тағам түрін көрсететін боламын. Аты айтып тұрғандай, арасында құрт қосылады, осындай керемет етіп желінеді. Әсіре осындай күн салқын кезде жасап берсеңіздер өте керемет, және оразада ауызашарға жасап беретін болсаңыздар, легеннің түбіне жең қалдырмай барлығын жеп қоятын болады. Өте керемет болып шығады. Бізге ең әуелі қамырымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін бір зуаладай қамыр елейміз әрине. Менде суыма тұз араластырып дайындап қойдым, ерітіп. Енді оны ұнымыздың үстінен құйып, қамырымызды елеп алатын боламыз. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына шейін көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, барлығы кезекпенен жасала береді. Неге бір зуаладай қамырымызды елеп алдық, енді оны тындыруға кішкене алып қоятын боламыз. Мына жерде менде 7 құрт, 6 немесе 7 құрт, одан да көп де істей берсеңіздер болады. Су құйып, кішкене жібітіп қоямыз. Қамырымызды дайындап алғанша құртымызды еріп дайын тұратын болады. Құртымызды езуіміз керек, сол үшін су құйып қоямыз. Енді бізде тынған қамырымызды жайып аламыз, кәдімгідей қаттама сияқты етіп жаямыз. Неге осылай орташа қалыңдықпенен қамырымызды дайындап аламыз. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менде өте керемет рецепттер бар каналымда. Енді еріген сармайымызды қамырымыздың үстінен құйып, осылай бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Дәл қаттаманың қамырындай етіп, майымызды шетіне барлық және тегіс етіп жағып шығып аламыз. Енді қамырымызды шетінен орай бастаймыз. Қамырымызға майы сіңіп, өте керемет болып тұрады. Дәмі өте керемет, майын осындай көбірек етіп құйсаңыздар болады. Енді қамырымызды дәл самсаның қамырын дайындағандай етіп, бір кетіп, осылай орап, тындырып, біразға қалдырып қоямыз. Ол аралықта біз тамағымыздың келесі бөлімін, яғни етімізді дайындайтын боламыз. Табамызға осындай сармайды ертіп алдым. Оның үстінен жапырақ шалап, осылай туралап, жіңішке етіп турап алдым. Осыны таза еттен, майсыз жерінен істегендеріңіз дұрыс. Осылай турап аламыз, және де майымызға салып, жәрменен қуыра береміз. Тұзымызды, қара бұрышымызды салып, кезекпен қуырамыз. Бұл тағамымыз үлкен кішіге де бірдей ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап беріңіздер. Келесі бізде пияз, бір үлкендеу пиязды турап аласыздар, және оны етпен бірге жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Неге осылай қуырылып болғаннан соң, бір бокалдай суымызды құйып, етімізді осылай қозғап жіберіп, астын баяу отта біраз уақытқа шейін қалдырамыз. 10-15 минутқа дейін жай отта пісіп шығады. Неге құртымызды да езіп алдық, осындай қою, қоймалжың болады. Кішкене су құйып жіберсеңіздер болады, сонда кішкене сұйықтау болып тұратын болады. Енді бізде қаттамамыздың қамырына кірісеміз. Дәл осы күйінде кішкене ұн себелеп отырып, бір тегіс етіп, әдемілеп жайып аламыз. Кейбіреулер майда кәдімгі қаттама сияқты етіп пісіріп алады. Немесе пеште духовкаға салып, майсыз етіп пісіріп алсаңыздар да өте керемет болып шығады. Мен духовкаға пісірдім, өте керемет болып шықты. Қатты қалың, жұқа болмау керек. Орташа қалыңдықтар осылай жайып аласыздар, және де табамызға салып пісіріп ала береміз. Жайып болды, мінекей. Қамырымыз бір келгі өте керемет болып жайлы. Жұқалап етіп жайып жіберсеңіздер,
қаттылау болып пісуі мүмкін, сол үшін осындай қалыңдықта жеткілікті. Енді отымызға қойып духовкаға салып пісіріп аламыз. Келесі бізде салатымызды тураймыз бетіне. Осылай қызанақты дөңгелетіп ачичук дайындағанда, яғни қолменен осылай тураған дұрыс. Жіп-жіңішке етіп қызанағымызды турап аламыз. Келесі бізде қиярымызды ортасынан бөліп, жартылай етіп, оны да жіңішке етіп турап алатын боламыз. Видеода ұнап жатқан болса лайк қойып, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Менің салып отырған видеоларым сіздерге SMS түрінде түсетін болады, және де өзіңізге пайдалы видеоларды көре бересіздер. Келесі бізде пияз, қызыл пияздан өте керемет болып шығады дәмі. Немесе кәдімгі үйдің ақ пиязынан қолдансаңыздар да болады. Оны да жіңішкелеп турап аламыз. Және де оның арасын ашып, бір келге етіп, салатымызға тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз пісіп шықты, мінекей өте керемет, қатпарлы болып пісіп шыққан. Егер бұлай дайындауға уақыттарыңыз болмаса, дайын қамырлардан жасасаңыздар болады. Мінекей құртымыз, салатымыз, етіміз, қамырымыз, нанымыз барлығы дайын. Ендігі кезек бізде дайындау барлығын біріктіру. Өте ыстық кезінде дайындағандарыңыз дұрыс. Осылай майдалап бөліп отырып, нанымызды бірінші кішкене шұңқырлау ыдысқа осылай турап алатын боламыз. Өте ыстық болғандықтан жайлап турадық. Мінекей барлығын одан да майда етіп турайсыздар. Екі қаттама нанға лайықтап жасасаңыздар да болады. Бір легенге үлкен, көбірек етіп, немесе екі легенге шағындау етіп осылай жасасаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде үлкен кісілерге үйде болса жасап беріңіздер. Келесі бізде құртымызды осылай құямыз. Егер де бұл қоюлау болатын болса, үстінен су құйып, кішкене сұйықтау қылсаңыздар болады. Және де салатымыздың соғы шығып, бұл да өзінің суын беріп, дәмі бір-біріне үйлесіп, керемет шығатын болады дәмі. Енді етімізді саламыз. Еркек адамдарды тойып жейтін тағам. Мінекей қараңыздар, өте керемет тағамымыз дайын болды. Оразада міндетті түрде сақтап алыңыздар, оразада жасап беріңіздер. Және де бетінен сары майды қатты қыздырып жіберіп, бетінен құйып шықсаңыздар болады. Дәмі бір-біріне үйлесіп, сіңіп, керемет тағам болып шығады. Баршаңызға ас болсын.